The little brave snail. Кішкентай жүрек ұлу. Past simple to. Бұл мәтін көбінесе past simple to be және to do-ді қолданып жасалған. Сондай-ақ бұл мәтінде past perfect simple бар. Ол жайында әлі түсіндіретін боламын. Яғни had verb 3 немесе had ed мен жасалынады. Past perfect simple. Once upon a time, in a garden far away, there lived a brave little snail named Sammy. Баяғыда сонау бір жақтағы бақта Сэмми есімді кішкентай жүрек ұлы өмір сүріпті. Sammy was small and slow, but he dreamed of exploring the world beyond the garden. Сэмми кішкентай әрі баяу болатын, бірақ ол бақтан тыс әлемді зерттеуді арман етті. One day he decided to set out an adventure. Бір күн ол шытырман оқиғаларға аттануды шешті. Set out деген аттану деген сөз. Sammy crawled and crawled, and after many days he finally reached the edge of the garden. Sammy жорғалай көп күндерден соң ақырында бақтың шетіне жетеді. He looked out at the big wide world, felt scared. Үлкен кең әлемге қарап қорқып кетті. But he remembered his dream and decided to keep going. Бірақ ол арманын есіне түсіріп, жалғастыруға бел буды. Keep going деген жалғастыру. Жалғастыру деген сөз. As Sammy crawled along, he met a big, scary beetle. Sammy жорғалап жүргенде үлкен қорқынышты қоңызға кезігеді. Met, яғни meet, кездесті деп айтса да болады. The beetle laughed and said, қоңыз күліп айтты. What are you doing out here, little snail? You are too small and weak to survive in the real world. Кішкентай ұлы, мұнда не істеп жүрсің? Шынайы әлемде аман қалу үшін сен тым кішкентай, әрі әлсізсің. But Sammy didn't give up. He kept crawling. Бірақ Sammy берілмеді. Ол жорғалауын жалғастырды. Keep crawling деген жорғалауын жалғастыру. Soon Sammy came across a beautiful flower. Жақын арада Sammy әдемі гүлді кездестірді. Came across деген тап болды десе де болады. The flower was sad because she had lost her petals. Гүл көңілсіз болды, себебі ол жапырақшаларын жоғалтып еді. Енді осы сөйлемге мұқият қарайтын болайық. The flower was sad деген past simple to be де жасалынған, ал she had lost her petals дегеніміз past simple perfect де жасалған. Past simple perfect не үшін қолданылады? Бұл жерде нақты өткен шақтағы болған нақты нәтижені көрсету үшін қолданылады. Яғни past perfect simple көбіне past simple мен жүреді. Ол мұңайды, көңілсіз болды, себебі ол көңілсіз болудан бұрын не істеді? Ол өз жапырақшаларынан айырылып қалды. Яғни бұл сөйлемді толықтай past simple етуге де болатын еді. Бірақ бұл жерде бірінші нәтижесін алып, одан кейін барып нәтижеге себеп болған нәрсені айтқаннан соң, реттілігіне қарай. Бұл сөйлем past perfectте тұр. Енді past perfectке қарай. Past action which occurred before another action. Яғни өткенде болған іс әрекет, бірақ сол іс әрекеттен бұрын болған тағы бір іс әрекетті айтамыз. He had left by the time I got there. Мен ол жерге жеткен кезде ол кетіп қалған. Яғни ол кетіп қалған. Сіз келместен бұрын ол кетіп қалған деген мағынада. Сонымен қатар өткен жағдайда болған және нақты нәтижесін көрсететін кезде де айтылады. She was sad because she had failed the test. Ол мұңайып тұрды, себебі ол тесттен өте алмай қалды. Яғни тура біздің мәтіндегі сөйлем сияқты. Бұның барлығын past simple'да айтуға болатын еді. She failed the test and that's why she was sad деп. Ал бұл нәтижені бірінші көрсетіп, одан кейін соған себеп болған дүниені көрсеткен екен. Past perfect simple'да тұр. Түсінікті ғой. Құрметті достар, осылай грамматиканы әрбір мәтінде талдайтын боламыз. She was sad because she had failed the test. Бірінші нәтиже тұр. Одан кейін нәтижеге болған себеп болған дүние тұр.
Past perfect tense-тің бұл жерде формуласы айтылады. She had finished the test, яғни бұл жерде had формуласы және етістік ed дұрыс болатын болса, етістік ал бұрыс болатын болса, verb 3, participle 3-ді қолданамыз. She hadn't finished the test, ол тест аяқтамады, ал енді сұраулы сөйлем құрайтын болса, had-ті біз алдына шығарамыз. Бұл зер he, she, it, I, have, I, they, you бәрінде had қолданылады. Болды. I had finished, she had, they had finished деген сияқты. Had you finished the test? Сен тест аяқтадың ба деген секілді сұралады. Past perfect-тің ережесі, яғни формуласы мына алдарыңызда тұр. Sammy knew just what to do. Sammy нақты не істеу керектігін білді. He crawled up the stem and left a trail of slime behind him. Ол сабақтан жорғалап, өз артынан шырышының ізін қалдырды. Left a trail of slime деген жаңағы шырыштың ізі. Сілекейлі дүние шығарады ғой, ол соны айтады шырышты. Slime дегеніміз сол шырыш. Trail деген сол шырыштың ізі. The slime turned into a new set of petals and the flower was happy again. Шырышы жаңа жапырақшалары тізбегіне айналды, гүл қайта бақытты болды. The flower was so grateful that she gave a right Sammy on her stem. Гүлдің риза болғаны сонша, ол Сэмиді сабағына мінгізді. Өз сабағына мінгізеді. They traveled together and Sammy saw many new and exciting things. Олар бірге саяхаттады. Сэмми көптеген жаңа және таңғаларлық дүниелерді көрді. Exciting деген қызықты, таңғаларлық, таңғажайып дүниелер. When Sammy returned to the garden, he was a hero. Sammy баққа оралған кезде батырға айналды. Яғни бақтың өзінде Sammy нағыз батыр болды десек те болады. All the other snails looked up to him and wanted to hear about his adventures. Барлық басқа ұлулар оған қарап, оның шытырман оқиғаларын естігілері келді. Sammy realized that even though he was small and slow, he could still be brave and make a difference in the world. Sammy тіпті кішкентай әлсіз болса да, әлде батыл болып, әлемді өзгерте алатынын түсінді. Make a difference деген өзгерту, енгізу, өзгеріс жасау деген сөз. Moral of the story: don't let your size or speed hold you back. Әңгіменің мәні: өлшеміңіздің немесе жылдамдығыңыздың сізді артқа тартуына жол бермеңіз. With determination and bravery, you can achieve your dreams and make difference in the world. Табандылық әрі батылдықпен арманыңызға қол жеткізіп, әлемді өзгерте аласыз. Әлемге өзгеріс жасай аласыз. Make a difference, өзгеріс жасау, өзгеріс енгізу деп айтсақ та болады. Достар, үлкен рахмет сіздерге. Осы каналға тіркеліп, менімен бірге ағылшын тілінің грамматикасы және сөздерін бірге үйренейік.